Сәлем достар, көпшіліктің сұрауы бойынша балалар киімін қалай таңдаймыз, сол туралы көрсеткім келіп отыр, себебі бірнеше оқырман сол туралы сұрақ қойыпты. Енді балалар киіміне кіреміз, мұқият қараңыздар. Балалар киімін таңдағанда, мысалы мен қазір көзіме түскен кез келген киімді таңдай салайын. Мынау тұрған пижаманы таңдайын. Осы пижаманы таңдағаннан кейін енді қараңыздар, кез келген киімді таңдағанда міндетті түрде астына түсіп описанияға қараймыз. Описанияда оның матасы неден жасалған, соны көрсеткен, және размерный сетка болады. Осы размерный сеткада жеңнің ұзындығы, салмағы, баланың бойы барлығы көрсетілген. Ерінбей скриншот жасап переводчикке саламыз, сосын және соған сәйкес таңдаймыз. Мен мысалы бала киім таңдаған кезде сатып алуды басқанда осындай размер шығады. Яғни бұл бойына қарай көрсетілген. Сіздерге түсінікті болу үшін скриншот жасап переводчикке салып көрсетейін. Скриншот жасадық, мінекей переводчикке саламыз. Қараңыздар. Яғни мінекей қазір ашылады, мінекей көрсетіліп тұр рост, Сіз 140 размер таңдасаңыз, ол баланың бойы 125-135 сантиметр аралығы. Әрі қарай асты үстіндегі дәл солай. Сол сияқты, егерде 110 размер тапсырыс берсеңіз, ол баланың бойы 90-105 сантиметр аралығындағы балаларға келеді деген сөз. Дәл осылай переводчикке саласыздар, бойдың ұзындығына қарап, размерді таңдай бересіздер. Енді тағы да біреуін мысал қылып көрсетейін сіздерге. Қазір қараймыз. Көбісі пижама шығып кетіпті. Мына тұрған кофтаны қарайық. Міндетті түрде переводчикке саламыз, себебі барлық киімде размерный сетка бірдей емес, әр түрлі. Мына киімде сатып алуды басқанда қарасаңыз, мінекей, көрдіңіз ба, бұл жақта уже 110 размер, 130 размер деген жоқ, басқаша көрсетілген. Демек, бұл жерде размерный сеткасы басқаша. Қарасаңыздар, мінекей, переводчик салып көрсетейін. Яғни, егерде сіздің балаңыздың бойы 165 болса, соған сәйкес 24 размер таңдайсыздар. Мына жерде сіздің балаңыздың бойы 160 болса, 22 размерді таңдайсыздар. Соған сәйкес таңдап көрсете бересіздер. Енді сіздерге мына жерден қарап көрінбейді. Қазір балаларға арналған шапканы да көрсетейін, қалай таңдау керектігін. Мына жаққа жазайық. Шапканы көрсетейін, және бір аяқ киімді көрсетіп жіберейін, ақыры бастағаннан кейін. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Енді мына жақта дәл маған керегі жоқ. Сондықтан да поискке жазайық. Детские шапки дейміз. Бір-екеуін мысал қылып көрсетейін. Детские шапки. Енді балаларға арналған шапка шықты. Осы жерде біреуін таңдаймыз. Мінекей. Сатып алуды басқанда размер шығады. Бұл жерде де түсінікті болу үшін переводчикке саламыз. 2.18 дегеніміз не? Барлық шапкаларда размер бірдей болмайды, әр түрлі болады. Сондықтан да міндетті түрде ерінбей переводчикпен жұмыс жасап үйреніңіздер. 2.18 дегеніміз 2-18 ай аралығындағы балаларға арналған. Яғни 2 айдан 18 айға дейінгі балаларға арналған шапка. Мінекей, осы шапкалар осындай болады. Шапканың моделіне қарай размерлері әр түрлі. Сондықтан да қайта-қайта айта беремін. Өйткені көбісі переводчикпен жұмыс жасамай, маған көп сұрақ қояды. Переводчикпен жұмыс жасауды әдетке айналдырып үйреніп алсаңыздар, түк те қиындығы жоқ, керісінше сіздерге оңай болады. Сұрақтарыңыз болса, пікірге жазыңыздар, міндетті түрде жауап берем. Енді аяқ киімге тоқталып өтейік.
Балалар аяқ киімін таңдаған ол үлкен ересектерге арналған аяқ киімдерді таңдау сияқты болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Табанның ұзындығына қарай аяқ киімдерді таңдайсыздар. Мысалы, мына аяқ киімді таңдап сатып алуды бассақ, мінекей, баланың табанының ұзындығы 14 сантиметр болса, 21 размер таңдайсыздар, 16 сантиметр болса, 25 размер таңдайсыздар. Әрі қарай дәл сол сияқты кете береді. Бұл жерде бастысы баланың табанының дұрыс өлшеу, соған қарай сәйкес размер таңдайсыздар. Тағы күмәндансаңыздар, описанияға қараңыздар. Төменгі жағында міндетті түрде барлығы жазылған. Немесе мына көрсетілген сообщение тұр ғой, сатушыға жазып, менің балам табаны осындай аяқ киім киеді, қай размері дұрыс, қандай кеңес бересіздер деп ерінбей жазсаңыз, олар да міндетті түрде жауап береді. Тіпте живой фото жіберіңізші десеңіз, қалай болады десеңіздер, олар жібереді.